Баршаңызға қайырлы күн. Менің есімім Темірханов Бахныр. Осы Бах домбыра мектебінің жетекшісі боламын. Біз сіздерге арнап тегін сабақ дайындап қойдық. Ал ендеше сабағымызды бастайық. Ал ендеше домбырада бірінші отырудан бастайық. Орындыққа бізге отқан кезде толық орындыққа былай отырмай, орындықтың шет жағына отырамыз. Балдарда бізде оң аяқ былай, қыздарда міне былай қойылады. Домбыраның басы сол жақ бетте, оң қолымызбен осылай құшақтап отырамыз. Домбыраны бірінші құлағын торлаудан бастаймыз. Домбыраны құлағын торлау үшін бізде на приложение қажет. Ол кезде міне асты соль болу керек, үсті ре болу керек. Сонда құлағын торлаймыз, сольға асын, үстіңгі шекті реге торлаймыз. Енді бірінші қағыстардан бастайық. Қолымызды былай және үш саусағымызды жинап қоямыз. Тартқан кезде бізде екі қағыс болады. Бірінші қағыс төмен, екінші қағыс жоғары. Төмен қағыс на тырнағымызбен тартылады, жоғары қағыс бас тырнағымен тартылады. Қайттан көрейік. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Тартқан кезде қолымызбен осылай емес, киспен тартамыз мені. 1, 2, 3, 4. Қолымыз бос, тырыстырмаймыз. 1, 2, 3, 4. Қағыстар бізде екі әріптен тұрады. П және В деген. П әріпті көрген кезде біз төмен қарай тартамыз. В деген әріпті көрген кезде біз жоғары қарай тартамыз. Сонда П-ны көргенде төмен, В-ны көргенде жоғары. П-ны көргенде төмен, В-ны көргенде жоғары тартамыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы еркеме әні болады. Ал ендеше бір тартып көрсетейін. Ал ендеше еркемайда сандық нота арқылы үйренетін боламыз. Мына жерде бізде бірінші қатарында астында 5Б деп жазылған. 5Б деген бізде бас бармағымызбен үстіңгі шекті былай басамыз, үстіңгі пернесін, және әрқайсысын санап шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5. 5Б деген міне осы жерде болады. Енді бұның төбесіне бізде 4 деген жазу бар. 4-ті міне астынан санап шығамыз, астыңғы шектен. 1, 2, 3, 4. Екеуін ұстадық. 4-тің төбесіне бізде П деген жазу отыр. Алдағы айтқандай П деген бізде төмен қағыс. П-ны көрген кезде төмен тартамыз. Ал 4-тен кейін бізде 7 деген сан жазылған. 7-ні біз 4-ті жіберіп, кішкентай саусағымызбен, 4-ні саусағымызбен 7-ге барамыз. 7 бізде қанша жазылған? 4 деп жазылған. Санап шығамыз. 1, 2, 3, 4. 7-ні осылай 4 рет тартамыз. 1, 2, 3, 4. Ал енді екеуін қосып көрейік. Бірінші бізде 4 еді. 4-те П. П төмен. 7-ні ұстаймыз. 7-ге жоғары. 1, 2, 3, 4. 7-тен кейін бізде қайттан 4 деген сан болады. 4-ке В деп жазылған. В деген бізде жоғары. 4-тен кейін 5 деген сан. 5-ті міне екінші саусағымызбен бас бармақтың астына қоямыз. П деген бізде төмен қағыс болады. Ал енді бәрін бірге қосып тартып берейін. 4 төмен, 7-ге жоғары. 1, 2, 3, 4. 4 қайттан, сонда 5. Ал енді бірінші қатарды қайттан бір қайталап өтейік. 4, 7, 7, 7, 7, 4, 5. Сәл тесіз көрейік. 4. Ал енді екінші қатарды қараймыз. Екінші қатарда бас бармақ 7Б деп жазылған. Бас бармағымыз 7-ге түседі. Бірінші саусақ бізде 5 деп жазылған. 5-ің төбесіне бізде П деген. П ол төмен. 5-тен кейін бізде 9. 9-ға 4-ні саусағымызбен былай басамыз. 9, 1, 2, 3, 4. 9-дан кейін 5, жоғары. Сосын 7-ге екінші саусағымызбен бас бармақтың астына. Қайттан тағы да көрейік. 5, 9, 9, 9, 9, 5, 7. Ал ендеше екінші қатарды қайттан бір қайталап өтейік. 5, 9, 9, 9, 9,
Ендеше үшінші қатарға қараймыз. Үшінші қатар ол бірінші қатарға толық ұқсайды. Сонда басарамыз қайттан 5, бірінші саусағымыз 4 болады. 4-ке қайттан төмен, 7-ге жоғары, төмен, жоғары, төмен, қайттан 4, 5. Тағы да бір рет қайталаймыз үшінші қатарда. 4, 7, 7, 7, 7, 4, 5. Енді 5-ті біз жүрмейміз, 5-те осылай тұра береміз. Төртінші қатар бізде 5-тен қайттан басылады. 5-ке төмен, 5-тен кейін 7 деген сан, 7-ге жоғары, 7-тен кейін 4, 4, екеу жазылған, сонда 2 рет тартамыз. 4, 4. Енді 2, бірінші саусағымызбен 2-ге барамыз, басанақ 0 дейді, 0-да басанақ басылмайды. 2, 2, 0 дегенде бәрі ашылады. Төмен тартамыз. Төртінші қатар қайттан көрсем, 5, 7, 4, 4, 2, 2, 0. Ал енді еркемайдың толық 4 қатарын бірге қайталап көрейік, бәрін бірге қосып. Бірінші бізде 4, 7. Екінші қатар. Үшінші қатар қайталаймыз. Тұра береміз 5-те. 5,